Бай болғым келген. Күлтөбенің төбесінде күнде жиналыс. Асқар Зәуренің тиындап тапқан табысын есептеп азық-түлікке әрең жеткізуде. Арзымайтын ақшаны ары-бері тартқаннан мәселе шешілер емес. Қай жыртығымызды жамаймыз бұл ақшамен. Менің қолымнан келгені осы, Асқар. Түнімен көзімді тырнап, ыдыс жуам. Күнімен еден мен терезенің шаңын сүртем. Бары осы, маған не дейсің? Деген келіншек соңғы кездері күйеуіне дауыс көтеріп өктемдік танытатын болған. Күйеуі жатып шер жалқаудың өзі екен. Зәуре өліп өшіп сүйіп тұрмысқа шықпады. Жоғары оқу орнына түсіп, екінші курсқа аяқ басқан сол еді, бас салып алып қашудың құрбаны болады. Қанша қарсыласып жылап сықтағанымен дегені болмады. Оқуыңа кедергі болмаймыз, күйеуің осы, жігіттердің төресі, қолынан келмейтіні жоқ. Бұйырса бағың жанғалы тұр, деп ақ жаулығын басына салдырып, сол үйдің келін атанды. Үйленген күндерінің алғашқы аптасында Асқардың ішімдікке үйірлігі байқалды. Қуанышқа ішілген шөлмектер, көтерілген бокалдар тым көбейе түсті. Әр нәрсені сылтауратып тойлатуға дайын Асқар берген уәдесінен тайып, Зәурені оқытпай қояды. Зәуре, бармасам болмайды, деп есікке ұмтылып еді, көк ала қойша сабап, білгенін жасады. Алпауыт жұдырыққа шамасы да әлі де қалмаған келіншек осылайша оқуымен қош айтысады. Күннен күнге өмірі тозаққа айнала бастаған Зәуре, несін барды елімді табайын, бұл маған күйеу болып жарытпас, деп масайып жатқан Асқардың киімдерін жинап қашып кетеді. Көздері жалтақтап келген қыздарын көрген ата-анасы мән-жайға қанық болады. Іштен шыққан шұбар жылан болса да, өз баламды өзегінен тепеймін деген анасы әкесінің қайт деген сөзіне қарсы шығады. Кешірім сұрап келген күйеуін қайтарып, ажырасуға бел буған еді. Бірақ бойына біткен нәрестені байқағанда райынан қайтуына тура келді. Өзінен алдыңғы әпкесі де тағдырдан теперіш көріп, екі баласын төркінде асырап отырған еді. Тағы бір баланы әкесіз өсірудің қиын екенін ақылға сала ойланып, күйеуімен қайта табысады. Дүниеге келген сәби Асқардың өмірін күрт өзгертті. Сақшы жаққа түзеліп, арам суды аузына алмады. Жұмыстың мәнісі болмаса да 5-10 теңгесін тауып келетін. Қызының артынан көп ұзамай Зәуре ұлы болды. Ел қатарлы бақытты отбасыға ұқсайтын. Ауыр жұмыстың әсері ме, қалай болғаны белгісіз, Асқар жұқпалы өкпе ауруына шалдығады. Жұқпалы аурулар емханасында ұзақ уақыт емделіп жатып, емделді. Тығырықтан шығу үшін Зәуре жұмысқа шығып, табыс табудан басқа амал қалмайды. Оның үстіне балалардың да мектептегі қажеттілігі артып бара жатқан. Жұмыс сұрап барған жердің бәрі бір жапырақ қағазға қаталып, оқымағандығын сылтауратып, тәуір жұмыс табылмайды. Бір мекемеге еден жуушы болып орналасады. Асқар толықтай емделіп шыққанымен еш жерден жұмыс табылмайды. Үй үшін асырау тек Зәуренің мойнында. Ата-анасының қандай қиыншылықпен өздерін асырап жатқандарын көріп өскен балалары да қолғанат бола бастайды. Көркем сабағын жақсы оқып, сыныптастарының үй тапсырмаларын ақыға орындайтын. Абзал болса, сабақтан кейін көлік жуу орталығына көлік жуатын. Тапқан ақысын үйлеріне апарып, керектеріне жарататын. Өз қатарластарындай жарқырап жүргісі келетін балалар ата-анасына ренжитін кездері де жиі болатын. Көркем мен Абзалдың өмірі қиыншылықпен өтті. Әкесі жұмыс істемегенмен қоймай, мінезі де күрт өзгере бастады. Зәурені бостан-босқа кінәлап, тырнақ астынан кіріздей беретін. Балалары мен әйелінің алдындағы борышын өтей алмай, психологиялық күйзеліске түседі. Уақыт өте жатып шер жалқауға айналып, ұят пен отағасылық міндеті біржолата жиыстырып тастады. Көркемнің мектеп бітіргеннен соңғы жылдары бар зейінін сабағына аударып, мемлекеттік грантты жеңіп алуға ниеттенеді. Бітіру кеші жақындап, қыздардың ойы кеш ханшайымына айналу. Жан-жақтан көйлек іздеп, бет әрлеуші, шаш шеберіне алдын ала жазылып жатты. Егер көйлегімен қарсыз болмағасын, кешке қатыспаймын деп шешеді. Үздік бітірген оқушы болғасын, Көркемнің қалмай келуін ұстаздары өтініп сұранады. Абзал әпкесіне қымбат болмаса да, жарасына көйлек әперді. Көркем өте көңілді, әрақ көңіл қыз болатын. Сыныптастарының ата-анасы балаларының қызығын көруге келсе, Көркемнің әке-шешесі дастархан басынан табылмады. Қанша көңілі жарым болса да, еш нәрсе білдірмеуге тырысып бақты.
ол күндерді өтіп Көркем жоғары оқу орнына түсті. Шуақты күндер құшақ жайғандай жаңа таныстар мен достар тапты. Уақытының басын бөлігін оқуына арнаған қыз үйіне қайтқысы келмейтін. Себебі әкесі болмасын жерден жанжал шығарып отыратын. Соңғы кездері тіптен есіріп анасына күн бермейтін. Әнемне дегенше абжалды ержетіп оқуын аяқтады. Асқардың сол жатқаны жатқан. Зәуре азып тозып екі жұмысты қатар атқарып жүрді. Жұмыстан кешігіп, кейде қауырт жұмыс жасалынса үйіне қайта алмай қалатын. Әйеліне салқын жүрістісің деп айып тағатыны шығарған Асқар үй ішінің берекесін алып бітті. Жоқшылық пен ұрысты көріп өскен Көркем мен Абзалдың өмірге көзқарасы басқаша еді. Көркемнің алдына қойған мақсаты оқуын үздік аяқтап, өз ісін маманына айналу. Қанша рет білімін дәлелдесе де жүзеге шыға алмайды. Жанында жүрген қыздардың жолы болып, үнемі артта қалып қоятын. Бұл жалғанда бәрі адал жолмен келе бермейтінін ұғынғандай. Көркемнің көркем мінезіне іштей қызығып, сүйсініп жүрген Сапар қызды қалай ұнатып қалғанын сезбеді. Достық қарым-қатынас азайып сезімге ұласа бастады. Жігіт қызға ғашықтық сезімдерін білдіре алмай кібіртіктеп жүрді. Қашанға сезімтал қыз кеудесі ерекше тылсым ғажайыпты байқаса да, жігіт сөз айтпайынша күтуді жөн санады. Сапардың батылы жетпей, сан сынақтан сүрініп, әйтеуір қадамы нық болмады. Осылай күндер өте берді. Емтихан сәті таяп, студенттер әзірлігін бастап кетті. Жігітті ойлаймын деп жүріп, төмен баға алған қыз шәкіртақыдан қағылғалы тұр. Бірден бір амал профессормен келісіп, бағасын жөндеу ғана. Профессор Досбол ағай 40-40-сындағы айбынды кісі. Онша-мұнша кісілердің сөзін елемей, тек өз дегенмен жүретін. Қатулы қабағынан сескеніп, бетіне тіке қарауға қорқатын студенттер 5 аттам жерден төбесін көре сала, басын ала қашатын. Абзал оқуға түсе алмай, қара жұмыста араласып кетті. Зәуренің денсаулығы нашарлап, үйде отыруына тура келді. Ауырмаған жамбаспен жантайып жатқан Асқарды еш нәрсе алаңдата қоймады. Көркемнің оқудағы мәселелеріне ешкімде басын қатырмайтын. Кеш қарайы жұмыстан қайтатын Абзал тамақтана салысымен төсегіне аунай кететін. Шәкірт ақысынан айырылмай, емтиханды қайта қарау тек Досбол ағайдың құзырында еді. Араға түскен кураторы да түк бітіре алмады. Профессордың кабинетіне үнемі көз жасын көлдеткен студенттер тосатын. Бұл жолы ешкім жоқ. Ерік жігерін жинап, ағайдың кабинетінің есігін қақты. «Ия, кір!» деген өктем дауыс студент қыздың зәресін ұшырса да, біз бақпай, тұтқаны сыртқа тартып ішке кірді. Терең тыңыстап, түйілікті мәселенің түйінін тек өзіңіз шешесіз деп жымиып сала берді. Өжет, қайшар қыздың қылығын манадан бері байқап отырған Досбол ағай арам ойдың жетегінен жиі еретін. Қаншама қысқырқынға көз сүзіп, жағымсыздығымен елге мәлім. Бәрін біле тұра Көркем кірпік қақпай, қалауыңыз болсын дегендей ыңғай танытты. Кешкісін мейрамханада сөйлесіп, сол жерде талқылайық қарағым. Жарайды ағай, міне нөмірім деп, бір жапырақ қағазды үстел үстіне қойды да кабинеттен шығып кетті. Университеттен шыға бергенде алдынан Сапар жолға кетті. Көркемнің жағдайынан хабардар жігіт қызға демеу болудан басқа көмек бере алмады. Құрбысы Бақытгүлге Досбол ағайдың сөздерін айна қатесі жеткізді. Арам ойы барынан сезіктеніп тұрса да, кездесіп көрмекші болады. Бақытгүлдің бармай қойшы деген сөздеріне құлақ аспай, қандай қадамға барғалы жатқанын біле тұра шақырған жерге барды. Әйелімен ажырасқанына біршама уақыт болған Досбол, жас қыздардың бірін жемтік қылса, енді біріне әйелдікке ұсыныс жасағысы келген. Уыздай жас қызды ұнатып қалғаны да сөзсіз. Ағай, сіздің алдыңызда келуге мұқтажбын. Сізге басқа қол ұшын берер жан жоқ. Бар үмітім сізде. Көмек қолын созуға дайынмын қарағым. Әр нәрсенің өтеуі болатынын білетін шығарсың. Не қалайсыз сонда? Бойдақ екенімді білетін шығарсың. Сенмен кездесуді қалаймын деген нақты шешімін айтты. Ұзақ ойлануға мұршасы болмаған қыз байғұс ұнататын жігіті бола тұра, оңай жолды таңдады.
сапардың қоңырауларын көтермей өз бетінше шешім қабылдады. Уәдені үйіп төккен Досболдың соңынан еріп кете берді. Оқуыңды уайымдама, дипломыңды өзім әперемін, жұмысқа орналасуға да көмектесемін деп сенімді сөйледі. Асқар мен Зәуренің қыздары үшін ештеңе жасай алмайтыны белгілі. Әке-шешесін асыраймын деп құрақ ұшып жүрген інісі қара жұмысының бәрін басын шалып қиындықпен күнкөріс табуда. Зәуренің денсаулығы күрт нашарлап, дәрі-дәрмек алып емдетуге бірталай қаржы керек. Асқар жатып алғанымен қоймай бөтен әйелмен байланысып, үйінен кетіп қалады. Абзал мен Көркем әкесін райынан қайтара алмайды. Зәуре күйеуінің опасыздығын бұрыннан білген екен. Көркемнің Досболмен байланысы сиеленісе түсті. Кейін кешегімен жүріп тұрған ақшасын аямай еркек қыздың қызығушылығын арттыра берді. Әбден таршылық пен жоқшылық көріп өскен Көркем байлықты аңсады. Қашанғы жоқ сұрап жүруге болады. Мен де адаммын, мен де бақытты болуға лайықпын. Жасы үлкен, оның үшіне ажырасқан болса қайтеді екен? Сүйетұғын Сапар мен үшін не істей алар дейсің? Азар болса үйіне апарып, қолыма сыпыртқы ұстатар. Маған ондай өмір керек емес. Мен бай болғым келеді, деп алдына мақсат қойды. Досболдың айтқанын орындап, айдауынан шықпайтын. Бірде Досбол Көркемді үйіне апарды. Даңғарадай зәулім үйді көрген бойжеткен өзіне сол үйдің ханжайымы болуым керек дейді. Ол тек Көркемнің ойы ғана болатын. Үйдің ішіндегі бұйымдарды көздің жауын алды. Қонақ бөлмеге жайғасқан екеуінің әңгімесіне қызыл шарап арқау болды. Қыздың бойын қыздырып алған профессор жатын бөлмеге беттеді. Не болатынын сезіп тұрса да қыз міз бақпай өздігінен беріле салды. Досболдың көздері жайнап үлбіреген денесін аймалап сүйе бастады. Екеуі түнді таңға атыра бір төсекті бөлісті. Көркемнің көзін шел басып, доңызша дөңбекшіген Досболдың ыңғайына көне түсті. Студенттердің оқу орнын тамамдап, дипломдық жұмыспен жүріп жүрген шағында Көркем профессордың құшағына жантая жайғасып, еш нәрсеге алаңдамағаны бекер еді. Аяғы ауырлап қалғанын сезген Досбол қыздан құтылудың әрекетін жасады. Көркем соңғы кездері ағайынның өзгеріп жүргенін байқады. Сөздерінен тайып, кезінде берген уәдесін ұмытты. Дипломы мен жұмысты уайымдама деген көкесі Көркемде бір бума ақша беріп: «Қарағым, айналайын, жөніңді біл. Мына ақша мәселеңді шешуге жетіп қалар. Мені енді мазалама. Ақымақ қыз емессің. Менің не айтқаным келгенін түсінген шығарсың, О не дегеніңіз? Мені пайдаланып тастадыңыз ба? Көз жасымнан қорықсаңыз етті. Мен сізді кешірмеймін. Сені мен пайдаландым ба қалқам? Кешірімің кімге керек? Мен сенің пейіліңді аңғардым. Жылтырақ дүниеге, елге қызығатын, ақша үшін жаныңды беретінін білгесін, сені өзіме тең көрмедім. Қош, сау бол, осымен бәрі бітті, дегенде Көркем ойыны осылды. Әп сәтте тер төкпей байлыққа ие болғысы келген қыздың ойынан от шықты. Әр нәрсенің өтеуі болатын біле тұра, ақылда қыздың ақымақтықпен жасаған қадамы шекесіне таяқ болып тиді. Бақытгүл мен Сапарда Көркемнің теріс айналды. Онысы да әжер жүрген Зәуре қыздың масқара жағдайын білгесін, денсаулығы көтере алмай өмірден өтті. Анасының қазасына қатты қиналған Абзал біршама уақыт өз-өзіне келе алмады. Көркемнің баласын алдыртамын дегеннен түк шықпады. Жатырдағы сәби үлкейіп кеткесін босанамын деп шешті. Аяқ асты көрсе қызарлыққа бой алдырған Көркем ақымақ емес еді ғой. Неліктен бұндай қадамдарға барды деп ойланамын кейде. Шынымен кедейлік пе, әлде отбасын асырай алмаған әкесі ме? Жоқшылық па?